Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында духовкада пісетін ең дәмді кәуап жасайтын боламыз. Шоқта піскен кәуаптан еш айырмашылық жоқ. Өте жұмсақ, сондай дәмді кәуаптың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Кәуапқа көбінесе орысша шашлык деп айтамыз. Қажет заттарды толығымен описанияға жазып кететін боламын. Қазір бізге қажет ол тартылған ет, пияз, сұйық май, тұз, дәмдеуіштер, нан және жұмыртқа қажет болады. Егер сізде блендер болса, осылай тартылған етті одан сайын тағы да жақсылап езіп аламыз. Болмаса, еш қиындығы жоқ, қолымызбен жақсылап езетін боламыз. Бізге орташа 2 пияз немесе үлкен 1 пияз қажет болады. Ұсақтап, турап аламыз, оны жақсылап қолымызбен еземіз. Және де бізге 4 дана сарымсақ қажет болады. Оны сарымсақ езгішпен езіп аламыз, пиязымызға салып, тартылған етімізге қосамыз. Видеода көргендеріңізде мен барлығын блендермен езіп алдым. Тартылған етті, пиязды, сарымсақты, бөлке нанның ортасын барлығын блендермен езіп алдым. Егер сізде бөлке нан болмаса, панировочный сухари салсаңыз да болады. Дәмдеуіштерге келгенде мен дәмдеуіштерден зіра қостым, қара бұрыш және кориандр қосқан болатынмын. Барлық қоспамызды дайындап болдық. Енді осылай жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Тұзбен дәмдеуіштердің барлығын қосып, қолымызбен осылай жақсылап езіп, 5 минуттай сілкіп, суы шығып, формасын жақсы ұстау үшін. Содан соң шамамен 30-40 минутқа бетін жауып, мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Менде 40 минуттай мұздатқышта тұрды. Енді осылай қолымызбен домалақ форма жасайтын боламыз. Барлығын домалақ формаға келтіріп болдық. Енді осылай шамамен 5 минуттай бетін жауып, бөлме температурасында қойып қоямыз. Одан кейін осылай ағаш таяқшаларымызға, яғни шпажкаларымызға тығып, кәдімгі кәуап формасына келтіретін боламыз. Кәуаптарыңызды жуандау етуден қорықпаңыз, іші толық пісетін болады, ешқандай уайымдамаңыз. Шпажкаға келгенде қалаған жуандықта шпажкаларыңызды пайдалана берсеңіз болады. Егер сізде мүлдем шпажка болмаса, осылай кәуаптың формасын келтіріп, астына фольга төсеп, противеньге немесе решеткаға пісіріп алсаңыз да бола береді. Кәуаптарымыздың барлығын осылай шпажкаларымызға тығып болдық. Енді мен осылай темір решеткаға пісіретін боламын. Астына многоразовый пергаментный бумага төсеймін. Астына суы ағады, май болады. Алдын ала духовкамызды 200 градусқа қыздырып аламыз. Шамамен 30 минуттай пісіретін боламыз. Ескеретін жайт, ол сіздің духовкаңызға байланысты. 30 минут, 20 минут пісу, және де ол қатты қызама, жай қызама, оны да ескерген жөн. Кәуаптарымыз осылай формасын жақсы ұстап пісетін болады. Духовкаңызды бақылап тұруды ұмытпаңыз. Кәуаптарыңыз
қатты пісіп, күйіп кетуі мүмкін. Менің кәуаптарым тура 25 минут уақытта толығымен пісіп шықты. Сіз де осылай үй жағдайында үйден шықпай-ақ тиімді әрі қолайлы, әрі тез, ешқандай қиыншылығы жоқ кәуап жасап көруге кеңес беремін. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер және отзывтармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып және лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.